Айдана жалғыз қызым. Ерке де емес, бұзық та емес. Жай ғана жылаңқы, сәл ішіне көптеп сақтайтын бала боп өсті. Мектепте мұғалімдері қызыңыз ақылды, бірақ тым тұйық деп жиі айтатын. Мен болсам өзіме тартқан, тек қана менімен туған бала деп мақтанатынмын. Қызым 17-ге толғанда мінезі мүлде өзгеріп кетті. Ертелі-кеш үнсіз жүретінді шығарды, тамақ жемейді, көзінің асты көгеріп, кірпігі сулана береді. Суланып жүреді. Не істесем де, не айтсам да, бірақ жауап, жай ғана. Сол кезде мән бермедім, сол жай деген сөздің артында бір өмірлік қайғы жасырынғанын кейін түсіндім. Қарашаның суық бір кешінде Айдана сабақтан келген бойы ваннаға кіріп кеткен. Ұзақ шықпады. Жуынатын судың дыбысы тоқтап қалғанына біраз болды. Жүрегім зу етті. Ішім бір жамандықты сезгендей. Түсінесіз бе? Ана жүрегі алдамайды екен. Мен есікті ұрдым. Айдана қызым. Еш жауап жоқ. Қаттырақ итеріп едім, есік ашыла кетті. Алдындағы көріністі көргенде екі тізем дірілдеп жерге отыра қалдым. Айдана еденде жатыр, жансыз, бетінде жасы кеппеген, қасында пакет, ішінде қан мен бір қағаз. Қағазда не жазғанын оқып үлгердім. Мама, кешірші, мен бұл өмірге лайықты емес сияқтымын. Менде бәрі бітті. Жедел жәрдем шақырдық. Қан кетуі көп болған, дәрігерлер ота жасады. Құдайға шүкір, аман алып қалды. Бірақ олар маған қарап былай деді. Қызыңыз жүктіліктің 3-ші айына таяп қалған екен. Өздігінен түсік тастаған, бала ішінде өліп қалған. Сол сәтте басым айналып, денем мұздай болып кетті. Қызым жүкті болған ба? 17-дегі енді толған қызым. Жан дүнием тітіркеніп түсті. Кімнен? Қалай? Қашан? Сол күн, сол түн менің жаным өлді. Ал шын трагедия бұдан бұрын басталған екен. Айдана ауруханада 2 күн ес-түссіз жатты. Мен ештеңе жей алмадым. Телефонын ақтардым, бірақ ешқандай хат, қоңырау, жігіттің ізі де жоқ. Жанында отырдым. Тыныс алу аппаратының дыбысы ғана шығып тұрды. Бір сәтте көзін ашты. Әлсіз, бетіме ұзақ қарады да ақырын сыбырлады. Мама, мен жаман қыз емеспін. Көзінен жас сорғалап жатты. Мен қолынан ұстап, мен саған сенемін. Маған шындықты айтшы, бұл бала кімнен болды? Ол үндемеді. Қарап жатып, қабырғасы дірілдеп, жылаған дауысымен сыбырлады. Ол менің ағайым. Бір сәтте не естігенімді түсіне алмадым. Не дейсің? Қандай ағай? Мектептегі ағылшын пәнінен. Жаным көкке ұшып кеткендей болды. Сенбедім, мүлде қабылдай алмадым. Қызым 17-де, ал ол жігіт 30-дан асқан, бойдақ. Сөзі жібектей ағай. Айдана дірілдеп жалғастырды. Басында жақсы болды, көмектесті, сабақ үйретті. Бір күні жалғыз қалғанда итеріп жіберді. Қорықтым, мама. Көп айтты. Ешкім саған сенбейді. Анаң бәрібір сені кінәлайды деді. Мен жылап отырдым. Айдана күліп, еңіреп тұрып айтты. Мен үндемедім. Сен ұрсасың ба дедім. Сол сәтте менің жүрегім 2-ге жарылды. Менің өзімді кешіре алмадым. Қызым айғайлап көмек сұрапты. Мен естімеппін. Қызым көмексіз қиналыпты. Мен көрмеппін. Қызым іште өлген баланы жалғыз көтеріпті. Мен аңғармаппын. Ол жылап тұрды. Мен жек көрдім өмірді, мама. Бірақ сен ренжіткім келмеді. Мені кешірші деді. Мен оны құшағыма алып тұншығып жыладым. Ал іштей бір ғана ой. Сол еркекті тауып, өз қолыммен өлтіргім келді. Бірақ сол еркек жазасыз қалды. Жаза қолданылмады.
Қызымның айтқандарынан кейін мен бірден арыз жаздым. Полицияға бардым. Мектепке кіріп бардым. Директорға айқайладым. Сіздер кімді ұстаз қылып отырсыздар? Менің қызымды кім қорғамақ? Бәрі үнсіз. Содан кейін бір инспектор келді. Дәлел жоқ, бала жоқ, айғақ жоқ. Ол мұғалім де бәрін жоққа шығарып отыр деді. Жаным шығып кете жаздады. Айдана бетпе-бет кездесуге қорықты. Сот медициналық сараптамасы да нақты ештеңе айта алмады. Ол адам бәрін жоққа шығарды. Мен ештеңе істемедім. Қыздың өзі әртүрлі жүрген. Қазір неше түрлі жас бар, деп мазақтай күлді. Мен талып түстім, ал Айдана үндемеді. Көзінде тек өшкен от қалды. 3 күннен кейін ол мұғалім мектептен өз еркімен кетіп қалды. Қалада емес, қайда екенін белгісіз. Іздеу салынды, бірақ еш нәтиже шықпады. Сот ашылмай қалды. Арыз ісі жабылды. Мен полиция бөлімшесінде отырғанда Айдана маған бір хабарлама жазды. Мама, мені кешір, мен шыдай алмадым. Ол еркін жүргенде мен тұра алмаймын. Мен бірден үйге жүгіріп жеттім. Есікті ашсам, Айдана бөлмесінде қан жоса. Білегін кесіп тастапты. Дереу жедел жәрдем шақырдық. Қан көп кеткен, дәрігерлер алып кетті. Айдана оянбады. Кеш ғана жанымда отырған қызым енді жансақтау бөлімінде, жансыз, тыныш. Бірнеше сағаттан кейін дәрігер келді. Қызыңызды аман алып қала алмадық, кешіріңіз деді. Сол сәтте менің әлемім құлады. Мен қатты айқайладым, қанша жануар сияқты уладым. Мен тірі бола тұра өз баламды қорғай алмадым. Бірақ дәрігер тағы бір сөз айтты. Бірақ ішіндегі бала аман. Біз оны кесір тілігі арқылы алып үлгердік. Мен талып түстім. Мен оны тастай алмадым. Айдана кетті. Қара жер құшағына алғанына бір күн өтпей жатып маған бір бала әкелінді. Аяғы кішкентай, үні нәзік, қызымнан қалған жалғыз тыныс, жалғыз үміт сол бала еді. Бірақ ол бала сол азғынның ұрпағы. Мен оны бетіне қараған сайын әлгі мұғалімді елестететінмін. Айдана қорыққан сәт, жылап айтқан сыбыры, мама, мен кінәлама деген құлағымнан кетпеді. Сол сәтте менде екі таңдау болды. Баланы перзентханаға тастап кету. Оны алып кетіп, өмір бойы сол қасіретті өзімен бірге алып жүру. Медбике маған қағаз ұсынды. Баланы тіркеуге өз атыңызға жазыласыз ба, жоқ па? Мен қаламды ұстай алмадым, дірілдеп қалдым. Сол сәтте бір нәрсе есіме түсті. Айдана кішкентай кезінде, мама, мен өлсем де баламды ешкімге бермеймін дейтін. Мен оны тастай алмадым. Мен баланың қолынан ұстап бетіне қарадым. Ол ештеңеге кінәлі емес еді. Ол жарық дүниеге келуді сұрамады. Ол менің қызымның жалғыз қалған жаратылыс. Ол менің жүрегімнің ең ауыр, бірақ ең тірі тұсы. Мен оны қолын қысып тұрып, жарайды балам, сенің еш күнәң жоқ. Мен сені тастамаймын дедім. Сол күннен бастап мен қайтадан ана болдым. Бірақ бұл жолы мейірімді ана емес. Жан жарасымен, өкпемен, көз жасымен өскен ана. Қызын зорлағанның баласын бағып отыр. Сол сәттен бастап мен тірі өлік сияқты өмір сүре бастадым. Қызымның 40 күнін өткізгеннен кейін елдің көзіне көрінбей баламды, немеремді алып, қала сыртына көшіп кеттім. Балаға Саян деп ат қойдым. Саян сәби кезінде өте тыныш, жұмсақ бала болды. Мен оны алғаш құшағыма алған сәтте денем түршігіп кеткенімен, уақыт өте келе оған бауыр басып бара жатқанымды байқадым. Бірақ қызым зорланғанда шешесі әкесінен адамнан туған бала бағып отыр, ұятсыз екен.
сол баланы неге апарып тастамаған, неге асырап алған? Шын мәнінде сол мұғаліммен арасы бар болған шығар. Менің арқама 100 пышақ қадалды. Бірақ мен үнсіз болдым. Мен Саянның еш кінәсі жоқ екенін білдім. Бірақ оның әр көзқарасына соның көлеңкесі жүрді. Саян өскен сайын беті мен көзі соған ұқсайды. Бірде дүкенге балмұздақ алып тұрған едік. Бір кішкентай мені танып қалды. Балаға қарап, астапыралла, мына баланың көзі тура ана мұғалімдікі ғой. Сен әдейі туған сияқтысың, деді. Мен ештеңе демедім. Саян тек менің қолымда қыса түсті. Кішкентай саусағы жанымды жұбатқандай. Сол сәтте түсіндім. Мен кек алмаймын. Мен анамын. Саян сол азғынның қателігі болса да, Айдананың соңғы аманаты еді. Саян 7-ге толғанда мектепке бердім. Мен сол кезге дейін ешкімге сыр ашпадым. Өзімнен өзім кешті. Сырттай бәрі тыныш сияқты еді. Бірақ бір күні түс мезгілінде мектепке барып келе жатқанда қарсы алдымнан бір таныс бейне шықты. Алғашында сенбедім, бірақ жақындаған сайын жүрегім мұздай болып жатты. Ол сол адам еді. Айдананы зорлаған, өмірін жұтып қашып кеткен адам. Жаңа киім, қымбат көлік, қысқа маңдай, салмақты жүріс. Маған жақындап келіп, бетінде бұрмай салқын дауыспен айтты. Сен әлі тірісің бе? Баламды жақсы бағыпсың ғой, рахмет. Кешір енді, бәріміз адамбыз ғой. Мен үнсіз қалдым. Ішімде жанартаудай ашу. Қолымдағы сөмкені қысып тұрып, тек сыбырлап айттым. Сен адам емессің. Сенің кесіріңнен қызым өлді. Сенің кесіріңнен мен өмір бойы өз кезімді құшақтап жүрмін. Ал сен жай ғана кешір дейсің бе? Ол күліп тұрды, тіпті иығын қиқаң еткізді. Қызың сенгіш болған шығар. Мен ешкімді зорлаған жоқпын. Мен сөмкемді лақтырып жіберіп, қолымды сермедім. Алақаным оның бетіне тигенде жүрегім дүрс ете қалды. Мен оны бірнеше рет ұрдым, бірақ сол ұрғаныммен еш жеңілдік сезбедім. Оның орнына бәрі бір сәтте екі көзімнен жас сорғалап парлап ағып кетті. Сен менің қызымды өлтіріп, немеремнің бейнесінде өзіңді күнде көрсетіп отырсың, ал мен соны кешіруім керек пе? Ол үнсіз қалды. Көлігіне отырып кетіп қалды. Мен көшенің қақ ортасында жылап тұрдым. Сол сәтте Саян жүгіріп келді. Мама, не болды? Ол кім? Мен оның маңдайына сүйіп тұрып, сенің әкең емес, ол ешкім емес. Сен менің баламсың. Мен сені жек көріп тұрған жоқпын. Тағдыр өзі маған жіберген менің ең ауыр да ең шын махаббатымсың. Саян 12 жасқа толды. Тыныш, салмақты, өте сезімтал бала боп өсті. Маған бір ауыз ауыр сөз айтпайды, тіпті еркелемейді де. Кейде сол үнсіздігін мені қорқытатын. Бір күні кешкісін бөлмесіне кіріп едім, жастығы су болып жатыр. Не болды балам десем, ол кішкентай даусымен сұрақ қойды. Мама, менің әкем кім? Кеудемнен от шыққандай күйіп кетті. Дәл осы сұрақтан жылдар бойы қашып келіп едім. Жауап таба алмадым. Балам, саған бәрібір емес пе? Жоқ, маған бәрібір емес. Мен ұқсастығымды сездім. Мектепте бәрі әкем туралы сұрайды. Ал мен үндемеймін. Бірақ бір баланың шешесі айтты. Не деді? Дедім дірілдеп. Саян бір зорлықшының баласы деді. Сол сәтте менің жүрегім екінші рет өлді.
Саян жылаған жоқ, тек үнсіз қарап тұрды. Мен бәрін мойындадым. Айдана туралы, мұғалім туралы, өзім қалай оны қалдырғаным туралы. Саян тыңдап болды. Ол не ұрыспады, не жыламады, тек тұрды. Сен маған өмір сыйладың, бірақ мен кім екенімді білгім келмеді. Сен айтпағаныңда бәрі жақсы еді, деді. Сол күннен бастап Саян маған алыстай бастады. Көз қарасы суық, мама деп сирек айтады. Мен бәрін түсіндім. Ол мені жек көрмейді, бірақ ол енді тағдырдан ұялған балаға айналды. Сол түні мен тағы да өзімді жазғырып жыладым. Мен не істеуім керек еді? Баланы өлтіруім керек пе еді? Әлде өзімді өмірді құрбан етіп, оны бөтенге беруім керек пе еді? Саян 19 жасқа толды. Университетке түсті, өз бетінше өмір сүре бастады. Мен сырттай бақылап жүрмін. Ол салмақты, жауапты, бірақ өте тұйық жігітке айналды. Бір күні күтпеген жерден үйге келді, қолында көк папка. Көзінде біткен үміт, бірақ ішкі шешімі бар. Мама, мен әкемді таптым, деді. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не дедің? Көрдің бе? Дедім сыбырлап. Көрдім. Бір кафеде отырды. Қасына бардым. Ол мені кім екенімді бірден білді. Басын шайқады. Бұл тақырыпты ашпа, деді. Мен үндемедім. Сосын орнымнан тұрып кеттім. Мен Саянның көзіне қарап тұрып, сен ренжіп келдің бе, балам, дедім дірілдеп. Ол үнсіз басын шайқады. Жоқ, мен оған емес, өзіме ренжідім. Неге мен ол адамнан туғанымды білгім келді. Неге сені қинадым? Ол орнынан тұрып заттарын жинай бастады. Қайда барасың, дедім көзім жасаурап. Саян маған қарап тұрып, ақырын айтты. Мен сені кешірдім. Сен мені тастамадың, маған өмір сыйладың, бірақ күнде өзіңе қарап тұрып, мен кім екенімді ұмыта алмаймын. Сондықтан мен кетемін. Бірақ сен өмір бойы жақсы көремін, тек бірге тұра алмаймын. Сен менің анамсың, бірақ мен өз көлеңкеммен өмір сүргім келмейді. Есікті жабып бара жатқанда мен оның артынан айғайлап айттым. Саян, сен менің қызымнан қалған жалғыз жарығымсың. Сен менің ең үлкен, бірақ ең шын махаббатымсың, бақытымсың. Ал ол артына бұрылып та қарамады. Содан бері 5 жыл өтті. Мен жалғызбын. Саян онда анда-санда хат жазады. Тек аманмын, сау бол деп. Келмейді, даусын естімедім, көзін көрмедім. Мен кейде өз-өзіме сұрақ қоямын. Мен дұрыс шешім қабылдадым ба? Қызымның кегін алмадым. Бәлкім, баладан да бас тартуым керек пе еді. Бірақ бір ғана жауабым бар. Мен ана болдым. Ана болғаным үшін бәрін кешірдім. Бірақ балам мені кешіргенмен өз тағдырын кешіре алмады. Құрметті көрермендер, осылай өмірден алынған мағыналы әртүрлі әңгімелерді естігіңіз келсе, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.